Саламатсыздар ма оқушылар? Ықтималдық тақырыбы бойынша математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген есептердің шығарылуын көрсетейін. Ықтималдық дегеніміз P тең болады m бөлінген n формуласы бойынша есептеледі. M дегеніміз қолайлы оқиғалар саны, n дегеніміз барлық оқиғалар саны болады. Енді мысалы оқушы екі таңбалы бір санды таңдады. Ол санның 4-ке және 6-ға еселі болу ықтималдығын тап дейді. Енді n бізде барлық оқиғалар саны, яғни екі таңбалы сандардың саны. Екі таңбалы сандар дегеніміз ол 10-нан бастап 99-ға дейінгі сандар. Енді алғашқы 9-ны алып тастаған кезде бізде екі таңбалы сан бізде барлығы 90 екен. Енді осы екі таңбалы сандардың ішінен бізге 4-ке және 6-ға еселі, яғни 4 пен 6-ға 4-ке және 6-ға еселі болатын бөлінетін сандар. Бұл ең бірінші 12 деген сан болады. 12 келесі бізде 24. 12 қосылғанға тең. Мынаға 12 қоссам 36. Оған 12 қоссам 48, оған 12 қоссам 60, оған 12 қоссам 72, одан кейін 12 қоссам 84 және 12 қоссам 96. Барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни осы екі таңбалы сандардың ішінен 4-ке және 6-ға бөлінетін сандар саны 8. Сонда P тең болады бізде 90-нан 8 деген өлшек шығады. Қысқартам 2-ге, сонда 4, мынан 2 өлсем 45. Жауап бізде 45-тен 4 деген жауап шығады. Келесі ары қарай. Екінші есеп. Лақтырылған екі ойын сүйегінің жақтарындағы цифрларының қосындысы 11 болуының ықтималдығы қандай дейді. Енді бізде мына ойын сүйегі деген мынадай, жақтар дегеніміз бір жағында 1 жазылады, екінші жағында 2, үшіншісінде 3, төртіншісінде 4, одан кейін 5, одан кейін 6 деп жазылады. Сол сияқты келесі ойын сүйегінде де 1, 2, 3, 4, 5 және 6 деп жазылады. Енді ойын сүйегінің барлық оқиғалар саны керек болған, n-нің мәні керек. Яғни мысалға бірінші 1 мен 1 түсу мүмкін, 1 мен 2 түсу мүмкін, 1 мен 3, 1 мен 4, 1 мен 5, 1 мен 6. Яғни мынаумен 6 рет, мынаумен 6 рет, мынаумен 6 рет, мынаумен 6 рет, мынаумен 6 рет. Сонда каждый мен мысалы былай түсеткенде барлық оқиғалар саны бізде 36 рет түседі. Енді соны 2-ден лақтырған кезде цифрларының қосындысы 11 болатын дейді. Яғни 11 болады 5 пен 6 шыққан кезде және 6 мен 5 шыққан кезде 5 пен 6-ның қосындысы 11 болады және 6 мен 5-дің қосындысы 11 болады. Яғни қолайлы оқиғалар саны 2. Саны 2 рет. Сонда P тең болады 36-дан 2 қысқарғанда 18-ден 1-ге тең болады екен. Келесі ары қарай. Келесі 34-тен 58-ге дейінгі натурал сандарының ішінен кездейсоқ таңдап алынған санның 5-ке бөліну ықтималдығын тап дейді. Енді бізде 34-тен бастап натурал сан 34, 35, 36, 37, тағы сол сияқты 58-ге дейін барлығы неше сан бар екенін табу үшін бізде мына формуланы қолданамыз. n тең a1 қосылған n-1d формуласы қолданып көрейік. Себебі бізде арифметикалық прогрессия келіп тұр. a1-дің мәні 34-ге тең, плюс n бізде неше сан екені белгісіз, d-ның мәні мына 35-тен 34 алған 1-ге тең. Яғни n соңғысы 58. Сонымен n-1 тең 58-ден 34 азайтып тастаймын. Сонда n-1 тең 24, n-нің мәні 25, яғни барлық оқиғалар саны бізде 34-тен 58-ге дейін 25 сан бар екен. Енді осы 25 санның ішінен 5-ке бөлінетін сандар, яғни 5-ке бөлінетін сандар бізде 35, 40, 45, 50, 55, барлығы 5 екен, яғни қолайлы оқиғалар саны 5. Бұлай болса P тең болады 25-тен 5 қысқарған кезде 5-тен 1-ге тең болады. 5-тен 1 дегеніміз ондық бөлшек түрінде 0,2 жауап, сонда D жауап болады. Келесі ары қарай. Келесі 80 оқушының 20-сы домбыра үйірмесіне, 45-і қобыз үйірмесіне және 14-і қобызға да домбыраға да қатысады. Араларынан бір оқушы таңдалды. Таңдалған оқушы домбыраны да қобызды да тарта білмейтін оқушы болу ықтималдығын тап дейді. Бізде барлығы 80 оқушы, барлық оқиғалар саны 80. Осының ішінде енді мынаны былай табуға Вен диаграммасы бойынша тауып көрейік. Так, бізде 20 оқушы
домбыраға 20 оқушы қатысады. Қобызға 45 оқушы қатысады. 14 оқушы екеуіне де қатысады. Енді 20-дан 14 алсам 6, 45-тен 14 алсам бізде 31. Сонда 6 қосылған 14 қосылған 31 тең болады бізде 51 деген. Яғни бұл барлық үйірмеге қатысатын оқушылардың саны. Енді осының ішінен 80-нен осы 51 үйірмеге қатысатын оқушыларды азайтсам, қатыспайтын оқушылардың саны 29. Мына бізде қатыспайтын оқушылардың саны, яғни М-нің мәні бізде 29 деген сөз. Oysa P тең болады. Бізге таңдалған оқушыны домбыраны да үйірмені тарта білмейтін болу керек. Тарта білмейтін бізде 29, сондықтан 80 оқушының 29-ы ықтималдық 80-нен 29-ға тең болады екен. Келесі қарайық. Келесі ойын сүйегі лақтырылды дейді. Ойын сүйегі лақтырылды. Тақсан түсі дейді. Бізде ойын сүйегінде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осының ішіндегі бізде тақсандар 1, 3 және 5. Яғни N-нің мәні 3-ке тең. Сол осы 3 санның ішіндегі жай сан бізде 3 және 5 жай сан. Яғни М-нің мәні 2-ге тең. Олайса P тең болады. 3-тен 2-ге тең болады жауабы. Келесі қарай. 1-ден бастап 150-ге дейінгі сандардың ішінен бір сан алынды дейді. Алынған санның 3-ке де 5-ке де қалдықсыз бөліну ықтималдығы дейді. Бізде сонда барлық оқиғалар саны N-нің мәні 150 сан ғой, барлық 150 сан. Осы 1-ден бастап 150-ге дейінгі сандардың ішінен 3-ке де 5-ке де қалдықсыз бөлінетін сандар табайық. Яғни 3-ке де 5-ке де қалдықсыз бөліну керек. Ондай сандар бізде 15, екеуінің ортақ еселігі 15 қой, 15, 30, 45, тағы сол сияқты 150-ге дейін барлық неше сан бар екен тау үшін алдың есептеген сияқты N тең болады A1 қосылған N-1 D формуласымен тауға да немесе былай да есептеуге болады. A1-дің орнына 15 қоям. N-1 D-нің мәні бізде 15-ге тең. N-нің мәні 150. Сонда N-1 көбейтілген 15. 150-ден 15 алып тастасам енді 135. 135-ті 15-ке бөлсем енді 9. Сонда N тең 10. Барлығы қолайлы оқиғалар саны М-нің мәні деп аламын ғой. Бізде формула бойынша 10-ға тең. Сонда P тең болады 150-ден 10 қысқарған кезде 15-тен 1-ге тең болады екен.